Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен дәл осылай бауырдан өте дәмді етіп котлет жасайтын боламыз. Ендеше арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Ендеше қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Жақсылап жуып тазалап алған өнімдерімізді дәл осылай видеодағыдай кесіп дайындап алатын боламыз. Және де осы қажетті заттарды мөлшермен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ет тартқыштан өтуге ыңғайлы етіп дәл осылай кесіп дайындап алатын боламыз. Енді осы дайындап алған заттарымызды ет тартқыштан кезегімен өткізіп алатын боламыз. Ең соңынан бауырды өткіземіз. Барлығын дәл осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді рет-ретімен жаңағы жұмыртқаларымызды жарып саламыз. Іртік қалып кетпейтіндей етіп жақсылап араластырып алатын боламыз. Ең соңынан ұнды салып, ұнның түйіршіктері қалып кетпейтіндей етіп жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрышты және де тұзды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Дайын болған котлеттерімізді енді қызып тұрған майға рет-ретімен пісіріп алатын боламыз. Мен үлкен ас қасықтың мөлшерімен құйып алып пісіріп отырдым. Дәл осылай қызарып шыққаны дұрыс. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Арнама тіркеле кетіңіздер.